Компьютер, til үйрену hamda biznes. Осы үш тарау қазіргі уақытта жәмиетіміздегі ең актуал тарау болып табылмақта. Осы тарауға қызыға батырған жастарымыздың саны да жылдан жылға артып бармақта. Бүгінгі сәубетлесіміз Сабыр Сағатов осы тарауға қызығушы жастарымыздан бірі. Сабыр, сіз балалығыңыздан бастап компьютер техникасына, сондай-ақ компьютер бағдарламаларын түзуге қызығады екенсіз. Қазіргі уақытта қандай компьютер бағдарламасын істеп жатырсыз? Қазіргі уақытта мектеп жасындағы балалар үшін арналған оқушының жұмыс орны дәстүрінің үстінде істеп жатырмыз. Бұл бағдарлама мектеп жасында балалар үшін, әсіресе бір кіші класста оқитын балалар үшін жүза қолайлы. Себебі оқушы компьютерде отырған уақытында ойын ойнамастан бір өзінің уақытын үнемді һәм жақсы өткерсе, мен ойлаймын, көп жетістікке жетеді оқушы. Менің істеп шыққан бағдарламамда оқушының жұмыс орны деген бағдарламаға кірген уақытта һәм басқа іске қосылып тұрған бағдарламалар өшіріледі. Белгіленген бағдарламалар бар, солармен істесе алады. Бірінші бағдарламамыздың басты түрлерімен таныстырып өтсем, бұл жерде тест кіртілген, бас қатырма, сабақ кестесі һәм қоңырау кестесі. Математикалық белгілер, панелер, калькулятор, миллионер ойыны, клавиатура ойыны, аударламалаушы бағдарлама, ұлы атаулар. Бағдарламамыздың кең бөлімдерінің біреуі тест. Тест тапсыру һәм тест кірту екі кнопкасы шығады. Һәм оқушы тест тапсыру керек болса, тест тапсырылады. Һәм мұғалім егер тест кіртіп қойса, сол тест кіртілген тестлерді оқушыға тест қылып беріледі. Тест тапсыруға басқанда оқушы тестке кірген уақыттан бастап, оқушыға көрінбеген халда макрос дейді, һәм ол макрос неше минут уақыт кетті, һәм қайсысын дұрыс белгіледі, соны шығарып береді. Сол мұғалім соның қандай белгілегенін, қанша уақытта белгілегенін һәммесін білсе болады. Оқушы үшін сабақ кестесін қойғанбыз. Сабақ кестесі һәм өзінің күнделік дәптеріндегі күнделік болатын сабақтарды кірітіп қойса, компьютерде отырған уақытта сол сабақтарды естіліп тұрады оқушыға. Қоңырау кестесі, сабақ кестесі һәм бас қатырмамызды қойғанбыз. Бас қатырмамызда кроссворд белгіле қойғанбыз. Кроссвордтың ішінде әртүрлі макростан пайдаланып, айланып түсе береді. Бір сұрау қайталанбайды. Математикалық белгілерді бұл жерде геометрияға үлкен ітбар қаратқанбыз. Геометриялық белгілерді оқушыға компьютер арқылы толық үйретсек деген пікірде болып, соны қосқанбыз. Һәм бұл жерде оқушыға керек ойындар миллионер ойыны һәм клавиатура ойыны. Бағдарламамыз 4 тілде істелінген, һәм 4 тілде бағдарламамыз істей алады. Аударламаушы бағдарламамыз бар. Бұл жерде 7 тілге аударламалайды. Қарақалпақша, өзбекше бар, һәм басқа шет тілдері бар. Бағдарламамыздың ұлы ата-бабалар бөліміне кірдік, һәм бұл жерде ата-бабаларымыз хақында бір толығырақ пікір, тарихи фактылар бар. Бұл жерде интернеттен кірместен, осы жерден керек ата-бабаларымыздың тарихларын оқыса болады. Бағдарламамыздың шеп тарифінде оқушыға керекілі болған һәм тез кіру қабілеті бар. Бұл жерде бағдарламамызды шеп тарифіне тақылағанбыз. Тикар интерфейске қарайтын болсақ, біз өзіміз істеп шыққан бағдарламалар. Оқушының жұмыс орны бағдарламасы, мен ойлаймын, мектеп жасындағы оқушыларға жүда қолайлы һәм осы жерде көптеген информацияларға ие болса болады. Біздің бағдарламамызда компьютер қорғауына күшлі ахмет қаратқанбыз, һәм оқушы бұл бағдарламада пайдаланғанда компьютер системасын бұзып алмауына жүда үлкен ітбар қаратқанбыз бағдарламаның қорғауына. Осы бағдарламаңызды әмелиятқа енгізу бойынша қандай жұмыслар алып барып жатырсыз? Өзімнің Шамонай районында оқыған нөмір 16 салы мектепте қолданбақта, әзірше басқа кемшіліктер болса үйреніп шығылмақта. Мақсат қойғанма алдыма бұл бағдарламаны бүкіл республика бойлап мектептеріне тарқатсам деп. Осы орында жетістіктеріңіз хақында айтып берсеңіз. Жетістіктеріме тоқталатын болсақ, мен колледжде оқып жүрген уақытымнан бастап 2017 жыл 6 февраль күні мен ойладым, колледжде 3-ші курста оқып жүріп едім, компьютер сервисімді жолға қойсам деп ойлап, өзім жеке меншік карханамды аштым, Комсервис Шамонай деген, һәм бір адаммен жұмыс бастадық. Ашқан уақытларда қиыншылықтар көп болды. Қазіргі уақытқа келіп 4 адам тұрақты жұмыс орнымен тәмінледім. Бәрі артта қалды.
2017 жылы өткерілген менің бизнес қоям танлауында Қарақалпақстан Республикасында бірінші орында алғанмын, һәм Өзбекстан Республикасы көлеміне жолламағанмын. Һәм ол жерге барып, Камалаттан кафалат лайқасын жеңіп алып, бақтың миясары болдым. Міне Сабыр, сіз жақында мемлекетіміз тарапынан бірінші мәрте шөлкемлестірілген март оғлан таңлауының да жеңімпазы болдыңыз. Осы жеңімпазыңызбенен сізді құттықтаймыз. Сондай-ақ, осы таңлаудағы және бір үлкен имканият бұл, мүддетінен алдын студент болу бақытына да ерістіңіз. Осы жеңістеріңізбенен сізді құттықтаған халда сіздің тілеклеріңізді, яғни қатарластарыңызға тілеклеріңізді де атап өтсеңіз. Рахмет, бұл сыйлықтың маған берілуі мемлекетіміздің жастарға деген диққат ытыбары бар екенін білдіреді. Республикамыз жастарына алдағы жұмысларына үмітлер һәм оқуларына табыстар тілеймін. Рахмет Сабыр, ниетіңіз жолдасыңыз болсын. Міне осындай жастарымызға қаратылып отырған үлкен имканиятлардың нәтижесінде бірқатар жастарымыз мүддетінен алдын студент болу бақытына да ерісіп отырыпты. Міне осындай имканиятлардан өнімлі пайдаланып отырған жастарымыздың саны жылдан жылға артып бармақта. Біз де өз кезегінде елімізде міне осындай жастарымыздың қатары көбейе беруін тілеп қаламыз. Рауажлану жолында баратырған жастарымыз қазіргі уақытта әр тарауда өзінің белсенділігін көрсетіп, әр тарауда үлкен жетістіктерге ерісіп келмекте. Осындай жастарымыздың қатарында сіз де болуыңыз мүмкін. Рубрикаларымыздың кейінгі санында біз сізді күтіп қаламыз.